Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз міне коптамыз, және бүгін міне екі сигналдан екі алюминий сым шықты осындай. Және үшіншісін қараңыздар не шыққан. Алтын шықты. Пробасын уже қарап қойдым. Бұл 375-ші проба екен. Үшінші сигналдан алтын. Бүгін мен міне глубина режиміне қойдым, чувствительность 90, искрим 10-ға қойдым, және частота 14. Міне сигналын көрсең, қандай көрсең. Міне мынау тереңдіктен шықты жобамен. Осындай жоғарғы сигнал. Міне бізде кезекті сигнал. Высокий көрсетіп тұр, және тереңде қойдым, әлі жете алмай жатырмын. Қараңыздар, бір талай жер астадым, әлі жеткен жоқпыз. Бұл сигналды енді қалдырып кететін болам. Басқа амал жоқ. Бұл бізде темір шар, сол не болса да. Кезекті табыс. Мынандай тиын жазылып тұр екен. 10 копеек 1987 жылғы. Мынандай тереңдіктен шықты. Шамамен 25-30 сантиметрден тереңдік. Осындай 10 копеек. Глубина режимі өте жақсы екен, тереңнен алады заттарды. Осы режиммен біраз көретін боламыз қазір. Мұнда терең сигналдар қалып кеткен біраз. Сол сигналдарды іздеп табатын боламыз. Достар, кезекті табыс. Үш теңге 1993 жылғы. Осындай. Жағдай өте жақсы сияқты. Міне достар, кезекті табыс. Қараңыздар, не шыққан. Жап-жасыл сақина шықты. Мыстан жасалған болу керек. Мыстан немесе қоладан. Осындай. Міне бізде кезекті табыс. Өте жаман жағдайда. Қатты дат басып кетті. Бұл бізде қоқысқа кетеді. Бір тиын шықты міне. Түрі көрінбейді екен. Міне достар, қараңыздар не шыққан.
білесіздер. Жеп жіңішке сақина осындай. Қызыл тастары бар екен. Күміс болып кетуі де мүмкін. Мына қараңыздар не шыққанын. Қалай өзі? 1966 жылғы. Немесе 65. Не болды екен бұл? Міне достар, біздің дәстүр бойынша кім бірінші алтын табады, сол түскі ас әзірлейтін болады. Сол себептен мен шай қойып жатырмын дәл қазір. Осындай екі тас қойып, шайнек қойып, от жақтым. Қазір түскі ас уақыты келіп қалды уже. Түскі ашып болғаннан кейін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі түскі ас бізде колбаса осындай. Және мынандай копченый колбаса. Және булочка, нан. Және салат банкідегі. Болды. Осы бүгінгі түскі ас. Мына шай қайнады. Сақырлап қайнап жатыр. Бір түскі ашып болдым. Және қараңыздар. Мына жерден бір секіріп тұрған сигнал болды. Слабилау. Қасып қалам. Мына қараңыздар не шыққан. Цепочка. Мыстан жасалған. Алтын болуы мүмкін еді. Міне. Тағы бір зат шықты. Бұл мен ойымша сақинаның үстіңгі бөлігі. Міне, бүгінге бірінші қорғазым. Азынан кешкейден енді бірақ шықты қорғазым. Не шыққан қараңыздар. Тамақ ішетін қасық. Бұның металы нержавейка. Яғни дат баспайтын металл.